Көпшілікпен болған насихаттың және біреусі ол біздің маңайымызда жүрген достарымыз, мұсылман бауырларымыз. Оларға сәлеміміз дұрыс болу керек. Бір бауырың келіп ассаламу алейкум деп амандасса, Құранда келген сияқты ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатух деп одан да көрген қып жауап беру бауырларға болған насихат. Ақыр заманның келген содан білесің дейді. Сәлем тек қана танитын адамға береді дейді да. Екі мұсылман таниды, сәлем береді өтеді. Сәлем бермесе өтіп кете береді. Бірақ біздің заманда омен амандаспа деген нәрсе шығып кетіп баратыр, субханалла. Кей кезде жағдайдың қатты жақсы болып өткенде жақпай қалам адам баласына, білмеймін. Әртүрлі қиындық көріп жатқан мұсылман бауырлар бар. Сондай бір кісінің атын да жөнін де жақсы білетін бір кісіміз бар еді, мұсылман бауырымыз. Намаз оққан кезде оның әке-шешелері сондай қарсы болған. Оны емдетеміз деп докторға алып барған. Ұрған, соққан, оның ұрып соққаннан больницаға түскен жаңағы кісі. Жап жас. Бауыр ғой. Содан бұны намазын тастамайды екен, достар ағзырып атқан шығар деп, бір қаладан екінші қалаға туысқандарына көшіретін болған. Пойызға салып, шығармай, қарауылдап отырып қасында. Бір купен толғалып кетіп барған кезде, жаңа бауырының айтқан сөзі ғой. Сонша уақыт жүрдім, қасымда ұрсып атқан, ұрып атқан, жамандап атқан, пайғамбарға тіл тигізіп атқан, сенің Аллаңнан гөрі біздің аруағымыз күшті деп атқан сөздерді естіп жүрегім сондай ауырды. Біраз күзін өтті. Біраз уақыт өтті, өзі жаңадан ғана намаз оқыған кісі. Біраз уақыт өтті дейді, мұсылмандарды сондай сағынып кеттім дейді. Пойызда отырмын, бір жерде тоқтат дейді, бір вокзалда. Сонда терезеден қарап отырып, шіркін-ай, қасымдағы ассаламу алейкум дейтін мұсылман бауырды естімей қалдым ғой. Аллах тағала, шіркін бір мұсылманды бір көрсетсең ғой, қайта бір түрін қарап бір ләззаттанайыншы саған ғибадат жасап жүрген бір адамды деп айтып бола бергенім сол еді дейді. Сақалын шошайтып, терезенің алдында біреу келіп тұр дейді. Қуанып, деймін, ол мені көріп тұрған жоқ дейді, тұрды дейді, тура мен терезенің алдына келіп. Қуанғаннан көзінен жас шығып кетті дейді. Субханалла. Бір-бірімізден қымбат кім бар, бауырлар? Кім бар? Абдулла ибн Омар айтады, Қағбаның қасында тұрып, таң қалып, мә әъзамака, о Қағба, сен қандай ұлысың? Мә әъзама хурматак, Аллах сенің құрметіңді қандай жоғары етті? Валлахи, Аллахқа ант етем, әл-муъмину әъзаму минк, мұсылманның құрметі сенен жоғары деп айтты да. Қажылыққа барып талсындырмайын, құс өлтірмейін деп мұсылман бауырының қасында білген істеп жүру ол жақсы емес, бауырлар. Оның хақысы бар. Сондай хақының біреусі насихат, мұсылманның болған насихат. Сенен көмек сұрап қалса, көмектесе алсаң көмектесу. Бір мұсылманның бауырымыздың дөңгелегі жарылып қалды ма, сенде дөңгелек бар ма, тоқтап көмектесіп жібер. Ман кана фи ауни ахи, кана Аллаху фи аунихи. Кім мұсылман бауырына көмектессе, Алла оған көмектеседі дейді. Субханалла, бұдан артық не керек? Не керек? Мұсылман бауырымен болған хақысы табассумука фи важхи ахика садақа, бауырыңды көргенде жүзіне жылы шыраймен қарау. Ол да хақысы. Сахабалар қандай еді? Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам кезінде бір кісі келді айтты, я Аллахтың елшісі, бірнеше күн болды, тамақ іше алмадым, ашпын деп келді. Субханалла, пайғамбардың өзінде тамақ жоқты, сонда тамақ берейін десе, өте жомарт адам еді. Пайғамбар не істерін білмей, мына менің қонағымды тамақ бере алатын біреу бар ма деп айтты. Өзінде тамақ жоқ. Сонда бір сахаба айтты, я Аллахтың елшісі, мен тамақ беремін деді. Кедейшіліктің қатты болып тұрған кез үйіне алып барды Аллахтың елшісінің қонағын. Әйелінен сұрады, үйде не бар деп еді. Онда кішігірім тамақ бар, балаларға не істеп отқан. Осы ғана, басқа түк жоқ. Сен бір алдап балаларды ертерек ұйықтатып қойшы. Үйге қонақ алып келіп едім. Ол тамақ аз жетпейді, онда бетейік. Тамақ пісіп орта қойған кезде шамды өшіріп қойық, сөйтіп қолымызды жеп отқан сияқты салайық, қонақ ұялмасын, сол жесінші сол тамақтың бәрін деді. Мұсылман бауырына. Сөйтіп олар шамды өшірді, баланы ұйықтатты, балалары аш қалды, әйелі аш қалды, өзі аш қалды. Оның пайғамбардың елшісінің қонағы олар жеп отыр екен деп тойып тұрып жеп алды.
Бұны ешкім білген жоқ, бұны пайғамбар білген жоқ, бұны басқа мұсылмандар білген жоқ. Бұл қылығын өзі білді, әйелі білді, басқа ешкім білген жоқ. Пайғамбардың алдына келсе, пайғамбар айтады: Аллах тағала сендердің істеген істеріңе риза болып күлді дейді. Аллах риза болып қапты да. Бауырлар, бір-бірімізге деген жақсылығымыз Аллахты риза қылады. Мұсылманның мұсылманға деген насихат осындай. Егер сенен ақыл кеңес сұраса, шаман келсе ақыл кеңес бер. Қызыма біреу сөз салып кетті, жақсы жігіт па, жаман жігіт па, шындығын айт. Намазы жақсы, мінезі нашар. Ойланып көріңіз. Яғни әрқашан адал. Мұсылмандар сосын дүние. Біреуден қарыз алдың ба, қайтарып бер. Қайтара алмайсың ба, ол саған емес, сен оған звонда. Тағы да уақыт берші. Сенің хақың ғой, қайтарып беремін деген сияқты. Кешірші кешіктіргенім үшін деп. Өйткені ол сенің бауырың. Оған қиянат қылуға болмайды. Сол сияқты жұмыс істеп жатсың ба, мұсылман бауырың саған бір жұмыс тапсырды ма, орында. Уәде бердің ба, тұр. Орындамай қалсаң, айт үзіріңді. Шақырды ма, бара алмасаң үзіріңді айт. Бұның бәрі мұсылмандардың болған насихат. Енді осымен кішкене тынақтайық. Осы үлкен бір насихаттар, 5 насихат, бұл хадисті кейбір ғалымдар діннің 4-тен 1 деп айтып кеткен екен. Аллах сөйлеген сөзімізде қандай да бір қателіктер болса кешірім етсін. Аллах осы тұрған баршамызға Құранға деген құрметін нәсіп етсін. Пайғамбардың сүннетіне деген сүйіспеншілігін нәсіп етсін. Аллах тағалаға әйтеуір ұнайтын сөздер мен ұнайтын істер істеуді нәсіп етсін. Біздерге, біздің маңайымызда болған әке шешелерімізге, ағайын бауырларымызға, барса мұсылмандарға жәрдем етсін. Кімде-кім дінге жәрдем етем деп жүрген болса, Аллах оған жәрдем етсін. Кімде-кім дінге зиян берем деп жүрген болса, Аллах оны жәрдемсіз қалдырсын. Аллах тағала залымдардың айласынан, дұшпандардың қиянатынан, зұлымдығынан сақтасын. Аллах тағала біздерді Құран ақлағымен көркемдесін. Біздердің иманымызды көтеріп, Аллахқа деген махаббат, пайғамбарына деген махаббатты жүрегімізге нәсіп етсін. Аллах тағала біздерге ла илаха иллаллах деген сөзбен өмір сүруді нәсіп етсін. Аллах тағала өмірден ла илаха иллаллах деген сөзбен қайтуды нәсіп етсін. Аллах тағала ертең Раббымызға ла илаха иллаллах деген сөзбен жолығуды нәсіп етсін. Субханака Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха